Сәлем достар, бүгін біз сіздермен Артур Конан Дойлдың Шерлок Холмс оқиғасы The Blue Diamond әңгімесін қарастырамыз. Негізі бұл тақырыпты біз тікелей эфирде оқып аударған болатынбыз. Бірақ тікелей эфирдегі жазба өте сапасыз болып шықты. Мен сіздердің дауысы анық емес сапасыз видео көргендеріңізді қаламаймын. Сондықтан осы видеоны екінші рет түсірмекшімін. Қазіргі оқитын оқиға өте қызық болады, детективті оқиға. Сонымен егер дайын болсаңыздар, бастаймыз. The Blue Diamond. Көк бриллиант. Chapter 1. Бірінші бөлім. An old hat. Ескі бас киім. Алдымен бір абзацты оқиық, сосын сөйлем бойынша аударамыз. My name is Dr. Watson, and I am a good friend of the famous detective Sherlock Holmes. 2 days after Christmas last year, I went to his house, 2B Baker Street. I wanted to say Happy Christmas to him. When I arrived, I found him in the sitting room. He was by the window with some newspapers next to him. There was an old hat on a chair near him, and he had a magnifying glass in his hand. My name is Dr. Watson, meaning есімім Dr. Watson, and I am a good friend of the famous detective Sherlock Holmes. Және мен танымал детектив Шерлок Холмстың жақсы досымын. 2 days after Christmas last year, I went to his house, 2B Baker Street. Last year, өткен жылы, Christmas, Рождестводан 2 күн өткеннен кейін, мен оның үйіне бардым. Went, go етістігінің өткен шақ формасы. 221 B Baker Street. Шерлок Холмстың адресі. I wanted to say Happy Christmas to him. Мен оны Рождествосымен құттықтағым келді. Want, дұрыс етістік, өткен шақта ed жалғанады. When I arrived, I found him in the sitting room. Мен келгенде, arrive, келу, жету, өткен шақта d жалғанады, arrived. I found him in the sitting room. Sitting room, отыратын, демалатын бөлме, қонақ бөлмесі, немесе зал бөлмесі десек болады. Осы кітапта анықтамасы көрсетілген sitting room. The room in a house where people sit and talk. Үйдегі бөлме, отырып, әңгімелесетін. Мұнда diamond сөзінің анықтамасын жазған екен. A very expensive stone that usually has no color. A very expensive stone. Өте қымбат тас. Stone, тас. That usually has no color. Әдетте ешқандай түсі болмайтын тас. Осындай қарамен белгіленген сөздерге назар аударып, еске сақтап отыруға тырысыңыздар. Себебі әрбір бөлімнің аяғында сол жаңа сөздерге байланысты сұрақтар, кроссворд, тағы басқа тапсырмалар болады. Сонда отыратын бөлмеден оны таптым. Яғни оны көрдім. Found етістігінің бастапқы формасы find. Табу. Мұнда көру деген мағынада мен оны отыратын бөлмеден көрдім. He was by the window. Ол терезенің жанында отырды. With some newspapers next to him. Газеттермен, бірнеше газеттермен next to him. Next to жанында. Жанында бірнеше газеттер болды. Міне тұр. Терезе, газет. There was an old hat on a chair near him. Оның жанындағы орындықта, chair, орындық, near, жанында, орындықтың үстінде бас киім болды. Ескі бас киім. Оның жанындағы орындықтың үстінде ескі бас киім болды. Міне. And he had a magnifying glass in his hand. Hand, қол. Оның қолында magnifying glass. Ол дегеніміз ұлғайтқыш әйнек. Лупа. Magnifying glass, міне тұр. Онда анықтамасы көрсетілген
When you look through these, ол арқылы қараған кезде, small things are big. Кішкентай заттар үлкен болып көрінеді. You're working on something, I said. Shall I go? No, said Holmes. Sit down and look at that interesting old head over there. Сен жұмыс істеп жатыр екенсің. On something? Қандай да бір іспен айналысып жатыр екенсің. Дедім мен. Shall I go? Кете берейін бе? No, said Holmes. Sit down. Жоқ, отыр. And look at that interesting old head over there. Және мұнда тұрған қызық ескі бас киімге қара. Деді. I sat down. It was cold out in the street, but it was nice and warm in Holmes' sitting room. Why are you interested in that old hat? Is it something to do with a crime? I asked. Holmes laughed. Not a crime, no, he said. I got it from Peterson, the doorman at the Baker Street Hotel. He found it in the street and brought it here on Christmas Day for me to look at. He also brought a dead bird with him, a good fat Christmas goose at the same time. I sat down. Мен отырдым. Sat өткен шақта жазылған бастапқы формасы sit. Sit down, sat down. It was cold out in the street. Далада суық болды. But it was nice and warm in Holmes' sitting room. Бірақ Холмстың бөлмесінде жылы және жақсы болды. It was. Why are you interested in that old hat? Неге ол ескі бас киімге қызығып жатырсың? Why? Неге? Is it something to do with a crime? I asked. Crime? Қылмыс. Is it something to do with a crime? Бұл қылмысқа қатысты зат па? Деп сұрады мен. Holmes laughed. Holmes күлді. Бұл сөз күлу, laugh деп айтылады. F дыбысымен. Not a crime, no. Жоқ, қылмыс емес, жоқ. I got it from Peterson. Мен оны Peterson'нан алдым. Got бастапқы формасы get. The doorman at the Baker Street Hotel. Doorman кім екенін қарайық. A man working at a hotel. He opens the front door for visitors. Отельде жұмыс жасайтын адам, ол келушілерге есікті ашады. Яғни швейцар. Ол Baker Street отелінде швейцар болып жұмыс жасайды. Peterson сол бас киімді әкеп берген. He found it in the street and brought it here on Christmas Day for me to look at. Ол оны көшеде тауып алған. Found етістігінің бастапқы формасы find. Ол оны көшеден тапқан және осында алып келді. Brought етістігінің бастапқы формасы bring. Bring әкелу. Осында алып келді. On Christmas Day. Рождество күні. For me to look at. Маған қарасын деп. Яғни, маған қарасын деп, ол осында алып келді. Бас киімді. He also brought a dead bird with him. Және, also деген сонымен қатар. Сонымен қатар, ол алып келді a dead bird. Өлген құсты. Bird сөзі қазақша дыбысына ұқсас. Дыбыспен айтылады bird. A good fat Christmas goose. Жақсы, семіз, рождестволық қаз. At the same time. At the same time бір уақытта, бірдей уақытта. Яғни бір уақытта ол құсты да алып келді, және бас киімді де алып келген. I gave the goose back to him this morning. He's cooking it at his house now, and he's going to eat it for dinner tonight. I gave, етістігінің бастапқы формасы give, беру. I gave the goose back to him. Give back деген қайтарып беру. Мен қазды оған қайтарып бердім. Бүгін таңертең мен қазды оған қайтарып бердім. He's cooking it at his house now. Ол қазір оны даярлап жатыр. He's cooking it at his house now and he's going to eat it for dinner tonight. Dinner кешкі ас. Ол бүгін кешкі асқа оны жемекші. He's going to eat it.
be going to келер шақ future simple формуласында жазылған. He is cooking at his house now. А мына сөйлем present continuous'та жазылған. Is сосын етістікке ing жалғанады. To be ing. Сонда Питерсон оған қазды және бас киімді келген. Шерлок Холмс қазды қайтарып берген және бас киімді өзіне қалдырған. First it was a hat, and now you are talking about a goose, I said. I don't understand. Бірінші бас киім туралы. And now, ал қазір, you are talking about a goose. Сен қаз туралы сөйлеп отырсың. I don't understand. Мен түсінбей тұрмын. Then let's begin what it all began, said Holmes. Онда басынан бастайық, деді Холмс. Begin етістігінің өткен шағы. Барлығы басталған жерден бастайық. At about 4 o'clock in the morning of Christmas Day, Peterson went home after work. When he got to the Tottenham Court Road, he saw in the street in front of him a tall man with a goose over his shoulder. At about 4 o'clock in the morning of Christmas Day, Рождество күні таңертеңгі сағат 4-те, бұл біздіңше түнгі сағат 4-те, олар түнгі 1-дің өзін 1 o'clock in the morning деп айтады, таңғы 1. Peterson went home after work. Жұмыстан үйіне кетіп бара жатқан. Went, go. After work, жұмыстан кейін. Жұмыстан шығып үйіне бара жатқан. When he got to Tottenham Court Road, ол Tottenham Court Road көшесіне кетіп бара жатқан кезде, he saw, ол көрді, saw өткен шақ, ал бастапқы формасы see. He saw in the street in front of him, in front of, алдында. Алдында, көшеде алдында, a tall man, ұзын бойлы кісіні көрді. With a goose over his shoulder. Shoulder, иық. Иығында қаз бар, ұзын бойлы кісіні көрді. Peterson walked behind him for some time. Peterson оның артынан келе жатқан бірнеше уақыт бойы. Walked, walk, ол жүру, жаяу жүру, және L дыбысы оқылмайды. Walk. Behind, артында. Мұнда in front of және behind бір-біріне қарама-қарсы сөздер. In front of, алдында, behind, артында. Мына кісі Peterson, мына кісі ұзын бойлы кісі, міне иығында қаз бар. There were some young men in the street in front of them. Suddenly, one of them hit the tall man's hat off his head, and it fell into the road. Then the tall man tried to hit the young man with his walking stick. But by accident, he broke the window of a shop behind him. There were some young men. Онда жас жігіттер болды. In the street in front of them. Олардың алдында, яғни Peterson мен жаңағы ұзын бойлы кісінің алдында, in front of, міне екінші рет кездесіп отыр. Көшеде олардың алдында бірнеше жас жігіттер болды. Міне, мына жігіттер туралы айтылып отыр. Suddenly, one of them hit the tall man's hat off his head. Кенеттен олардың бірі hit the tall man's hat. Жаңағы ұзын бойлы кісінің бас киімін ұрып жіберді. Hit, ұру. Ол өткен шақ формасы да hit, бастапқы формасы да hit. Hit the tall man's hat off his head. Яғни басынан ұрып жіберді. And it fell into the road. Және бас киімі fell, құлады. Жолға құлады. Бастапқы формасы fall. Құлау, fell, құлады. Then the tall man tried to hit the young man with the walking stick. Сосын ұзын бойлы кісі try ол тырысу. Жаңағы жас жігітті ұруға тырысты. With his walking stick. Өзінің балдағымен. Walking stick. Walk деген жүру. Stick таяқ. Walking stick балдақ. But by accident he broke the window of a shop behind him.
бірақ, байқамай, by accident, байқамай. Байқамай, ол артындағы, behind, міне кездесті, екінші рет кездесіп отыр. Артындағы дүкеннің терезесін байқамай сындырып алды. Broke кетістігінің бастапқы формасы break. Артындағы дүкеннің терезесін сындырып алды. Байқамай. At that moment, Peterson ran to the man to help him. But the tall man ran away. Perhaps he felt bad about breaking the shop window. Perhaps he thought that Peterson, in his doorman's coat and hat, was a policeman. At that moment, сол сәтте, Peterson ran to the man to help him. Ran, run етістігінің өткен шақ формасы. Run, ran, run. Сол кісіге қарай жүгірді. To help him. Оған көмектесу үшін. But the tall man ran away. Бірақ ұзын бойлы кісі қашып кетті. Run away, қашу. Perhaps he felt bad about breaking the shop window. Perhaps, мүмкін. Мүмкін ол дүкеннің терезесін сындырғаны үшін өзін жаман сезінген шығар. Felt, сезіну. Бастапқы формасы feel. Perhaps he thought that Peterson. Мүмкін ол ойлаған шығар. Thought. Мүмкін ол Petersonды полиция деп ойлаған шығар. In his doorman's coat and hat. Өзінің швейцарлық пальтосында және бас киімінде болғаннан кейін оны полиция деп ойлаған шығар. Яғни оның формасына қарап, оны полиция деп ойлаған шығар. When he ran, he left his Christmas bird in the street next to his hat. The young man ran away at the same time. So Peterson took the goose and the hat home with him. And the next day he brought them here. When he ran, ол жүгірген кезде, he left his Christmas bird in the street. Ол қазды көшеге тастап кетті. Next to his hat. Құлаған бас киімнің жанына. The young man ran away at the same time. Жас жігіттер де дәл сол уақытта қашып кетті. At the same time, бірдей уақытта, сол уақытта. So Peterson took the goose and the hat. Сондықтан Peterson қазды және бас киімді өзімен бірге үйге апарды. With him home. So, сондықтан. And the next day, және келесі күні, he brought them here. Ол оларды осында алып келді. Brought етістігі жаңа бізге кездесті. Бастапқы формасы bring, әкелу. There was an interesting little ticket on the goose's left leg, said Holmes. It said, for Mr. and Mrs. Henry Baker. We can find the letters HB in the hat too. There was an interesting little ticket on the goose's left leg. Қаздың сол аяғында, left, сол, right on. Қаздың сол аяғында ticket. Ticket билет, бірақ мұнда этикетка деген мағынада. Кішкентай этикетка болды, қызық этикетка болды, деді Холмс. It said for Mr. and Mrs. Henry Baker. Онда жазылған, онда айтылған. Мистер және миссис Генри Бейкерға. We can find the letters HB in the hat too. Біз HB әріптерін бас киімнің ішінен де таба аламыз. Oh, the owner of the hat and the goose is called Henry Baker, I said. Бас киімнің және қаздың иесі, owner, иесі. Иесінің аты Генри Бейкер, дедім мен. Yes, answered Holmes. But my dear Watson, this doesn't help us very much. There are hundreds of Henry Bakers in London. I gave the goose back to Peterson this morning, he went on, and I said to him, have this for your dinner. I didn't want it to go bad, you know. Yeah, dеді Holmes. But my dear Watson, this doesn't help us very much. Бірақ қымбатты Watson, бұл бізге көмектеспейді. There are hundreds of Henry Bakers in London. Лондонда жүздеген Генри Бейкерлер бар. I gave the goose back
to Peterson this morning. Бүгін таңертең қазды Петерсонға қайтарып бердім. He went on. Ол жалғастырды. And I said to him. Және мен оған айттым. Have this for your dinner. Кешкі асқа осыны жеңдер. I didn't want it to go bad. Мен ол құстың жаман болып кетуін, немесе бұзылып кетуін қаламадым, білесің. Did Mr. Baker put an advertisement in the newspaper about this hat and goose? I asked. No, answered Holmes. Then how can we find him? Advertisement, немесе advertisement, британдықтар advertisement деп айтады, американдықтар advertisement. Ол хабарландыру. Мистер Бейкер газетке хабарландыру қойған бе екен, бас киімі туралы және қас туралы, деп сұрады мен. Жоқ, деді Холмс. Then how can we find him? Онда біз оны қалай табамыз? Well, perhaps his hat can help us, said Holmes. Here's my magnifying glass, Watson. Now you be a detective for a minute or two. What can you tell me about the owner of this hat? Well, perhaps his hat can help us. Мүмкін оның бас киімі бізге көмектесетін шығар, деді Холмс. Here's my magnifying glass, Watson. Мұнда менің лупам, ұлғайтқыш әйнегім, Watson. Now you be a detective for a minute or two. Қазір 1-2 минутқа детектив бол. What can you tell me about the owner of this hat? Осы бас киімнің иесі туралы не айта аласың? What can you tell? Не айта аласың? I took the magnifying glass and looked at the hat. It was black but old and very, very dirty. I saw the letters HB in it. For me, it was no different from any other old black hat. I took the magnifying glass. Мен лупаны алдым. Take өткен шағы took болады. And looked at the hat. Және бас киімге қарадым. It was black but old. Ол қара, ескі және өте кір. I saw the letters HB in it. Және HB деген әріптерді көрдім. So, see. Мен үшін басқа ескі қара бас киімдерден оның ешқандай айырмашылығы болмады. Different, ерекшелік, айырмашылық, өзгешелік. I can see nothing, I said. And I gave the hat back to my friend. Excuse me, Watson? You do see, but you don't think about what you see. I can see nothing. Мен ештеңе көріп тұрған жоқпын, дедім мен. I gave the hat back. Мен бас киімді досыма қайтып бердім. Excuse me, Watson? Кешірім өтінемін, Watson? Сен көріп тұрсың. You do see. Негізі do сөзі ол болымсыз және сұраулы сөйлемдерде қолданылады, бірақ болымды сөйлемдерде де қолданылады егер адам сол сөзді сендіріп айтқысы келетін болса. You do see деген жоқ, сен көріп тұрсың о жақтан. But you don't think about what you see. Бірақ сен өзіңнің не көріп тұрғаның туралы ойламайсың. Өзіңнің не көріп тұрғаныңды ойлап тұрған жоқсың. All right, I said, what can you see in this hat? Жарайды, деді мен, ал сен не көріп тұрсың бас киімнен? The owner of this hat is an intelligent man, said Holmes. He was once rich and is now poor. His wife loved him once, but she doesn't love him now. And he is 30 or 40 years old. The owner of this hat, осы бас киімнің иесі, is an intelligent man. Intelligent, ақылды адам. He was once rich, ол бірде бай болған, and is now poor. Ал қазір кедей. Poor, кедей. His wife loved him once. Оны әйелі жақсы көрген. But she doesn't love him now. Бірақ қазір оны сүймейді. And he's 30 or 40 years old. Және оның жасы 30-40 шамасында. Well, perhaps I'm slow, Holmes, but I don't understand, I said. Why is he an intelligent man, do you think? Мүмкін мен баяу шығармын, Holmes, бірақ мен түсінбей тұрмын. Why is he an intelligent man? Неге ол ақылды адам, do you think? Неге солай ойлайсың?
Holmes put the hat on his head. It came down to his nose. This is a big hat. A man with a big hat has a big head. And a man with a big head has a big brain. A man with a big brain thinks a lot. Holmes put the hat on his head. Put on деген сөз кию. Put on. Holmes бас киімді басына киді. It came down to his nose. Ол мұрнына дейін түсті. Nose, мұрны, came down, мұрнына келді, бас киімі. This is a big hat. Бұл үлкен бас киім. A man with a big hat has a big head. Үлкен бас киімі бар адамның басы да үлкен. And a man with a big head has a big brain. Ал үлкен басы бар адамның миы да үлкен. Brain, ми. A man with a big brain thinks a lot. Ал үлкен миы бар адам көп ойланады, көп ойлайды. But you say he was once rich and is now poor. Why? Бірақ сен айттың, ол бірде бай болған, бірақ қазір кедей деп. Неге? The hat is 3 years old. I remember these hats were in all the shops then. They were very expensive too. Бұл бас киімге 3 жыл. Мен бұл бас киімдердің барлық дүкендерде сатылғаны есімде. Олар өте қымбат болған. 3 years ago, this man bought a good hat. So he was rich then. 3 жыл бұрын бұл адам осы жақсы бас киімді сатып алған. Bought, buy. Етістігінің өткен шақ формасы. Buy, bought. Сондықтан, he was rich then. Сол кезде ол бай болған. Rich, buy, poor, кедей. But he has no money to buy a new hat. Бірақ қазір ода жаңа бас киім сатып алуға ақша жоқ. No money. And now, so these days he is poor. Сондықтан осы күндері ол кедей. All right, I said. But you say he is in his 30s or 40s. How does the hat tell you this? All right, жарайды дедім мен. But you say he is in his 30s or 40s. Бірақ сен айттың, ол 30-да, 40-тар шамасында деп. How does the hat tell you this? Бас киім саған оны қалай айтып тұр? Well, when I looked carefully at the hat with my magnifying glass, I could see some gray hairs in it. People usually get gray hair in their 30s or 40s. Well, when I looked carefully, мен оның бас киіміне ұлғайтқыш әйнекпен байқап қарағанда, carefully асықпай байқап қарағанда, I could see some gray hairs in it. Сұр немесе ағарған шаштарды көрдім. People usually get gray hair in their 30s or 40s. Әдетте адамдардың шашы 30-тар, 40-тар шамасында ағара бастайды. I see, but what about his wife? You say she doesn't love him. Түсіндім. I see, көрдім деп аударылмайды мұнда, түсіндім деген аудармада. Бірақ, what about his wife? Ал әйел туралы ше. You say she doesn't love him. Сен айттың, ол оны қазір сүймейді деп. Because the hat is very dirty. When a woman loves her husband, she cleans his hat for him. Өйткені оның бас киімі өте кір. When a woman loves her husband, әйел адам өзінің күйеуін жақсы көрсе, she cleans his hat for him. Оның бас киімін оған тазалап береді. Clean, тазалау. Perhaps he hasn't got a wife. Мүмкін оның әйелі жоқ шығар. Yes, he has. Remember the ticket on the goose leg? Қаздың аяғындағы этикетка есіңде ме? Yes, I said. You have an answer for everything. Yeah. Саған барлығына да жауап табылады. At that moment, the door opened and Peterson, the hotel doorman, ran into the room. He looked very excited. Сол сәтте есік ашылды да Peterson, the hotel doorman, отельдегі швейцар болып жұмыс жасайтын Peterson, ran into the room. Бөлмеге жүгіріп келді. He looked very excited. Ол таңғалышты болып келді. The goose, Mr. Holmes, the goose, he said.
Қаз, Mr. Holmes, қаз, деді ол. What's the matter with the goose? asked Holmes. Did it come back from the dead and fly off through the kitchen window? What's the matter with the goose? Қазға не болды? деп сұрады Холмс. What's the matter? Не болды? деген сөз. Did it come back from the dead? Ол тіріліп, яғни өлгеннен қайтып келіп деп аударылады. Бірақ ол тіріліп and fly off through the kitchen window. Ас бөлмесінің терезесінен ұшып кетті ме? No, Mr. Holmes. My wife found this in the bird. Peterson opened his hand. There was a beautiful blue diamond in it. Жоқ, мистер Холмс. Менің әйелім мұны құстың ішінен тауып алды. Peterson opened his hand. Peterson қолын ашты, алақанын көрсетті. There was a beautiful blue diamond in it. Онда әдемі көк бриллиант болды. Сонымен бұл бірінші бөлімнің аяғы. Келесі бөлімді бастамас бұрын мына кроссвордты шешу керек. Қазір видеоны паузаға басып, осы кроссвордты орындап көріңіздер, және ортадағы көк түсте қандай сөз шығатынын тауып, комментарийге жазыңыздар. Ал жалғасын енді келесі видеода қарастырамыз. Әйтпесе видео тым ұзақ болып кетеді. Мүмкін тікелей эфирде тағы бір қарастырармыз, немесе осындай видеомен шығарамын. Сонымен егер оқиған болса, видеоны айтын болса, міндетті түрде лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыздар, және видеоларды жіберіп алмас үшін, және тікелей эфирлерді жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше, бай!